3 ай бойы саяхатқа шықпай, біз қаңтардың соңғы демалысында Бурабайға қарай бет алдық. 2 сағат жол жүріп, Щучинск қаласының Компот деген асханасында түскі асымызды ішіп алдық. Тамақты ішіп, күш жинаған соң, белсенді демалысқа кірістік. Бурабайдың көлдерінен тек жазда ғана пайдасын көрмей, біз қысқы көлдің мұз айдынында сырғанап көруге келдік. Мінеки біз Чибачи көлінде конькимен сырғанап жүрміз. Қорқынышты мынау. Мұз жарылып, бір дыбыстар шығарады. Өте қорқынышты. Енді міне бір аралды айналып өтейік деп сырғанап баратырмыз. Сол сырғанап бара жатқанда YouTube-қа кіріп, қауіпсіз мұздың қандай қалыңдықта болатынын да көріп алдық. Ух ты, как он здесь полопался. Біздің астымызда мұз ойылып кетеді деп қорқып жүрсек, балықшылар көлде көлікпен айдап жүреді. Бұрын осы жерде ағаш баспалдақ болатын. Соны алып тастапты. Қашан алғанын білмеймін. Біз былтыр жазда болып едік. Сонда болған. Мүмкін қысқа қарай алып тастаған шығар, білмеймін. Әйтеуір осы трубалардың бойымен болған. 1 сағат коньки теуіп, біз Бурабайдағы ең танымал жерлердің бірі Бөлектау шыңындағы шолу алаңына көтерілдік. Бұл жерден Бурабай көлі, Оқжетпес, Жұмбақтас, Көкшетау шыңы және үлкен Чибачи көлдеріне тамаша көрініс ашылады. Бөлектаудан көрінген Жұмбақтас пейзажына қызығып, сол жерге де келдік. Бұл жерде ық болған соң қар көбірек. Адам деген қаптап жатыр. Жұмбақтастың маңайында тағы 1 сағаттай конькимен сырғанадық. Көл айдынында негізі сырғанаған мүлде бөлек екен. Қарнымыз ашып, біз өзімізбен бірге алған тоқаштарды жол-ой дүкендерінде жеп алдық. Белсенді күннен кейін шаршауды басу үшін Алем Плюс қонақ үйіндегі бассейн мен саунаға келдік. Оның бағасы 1 адамға 10,5 теңге сағатына. Орыс парилкасы мен хамамы бар, кішігірім бассейні бар. Бұл жерде отбасылық демалысқа өте қолайлы. Балалар кеткісі келмей жылап жатады.
Біз қазір Аблайхан алаңында тұрмыз. Және де осы екі таудың арасында орналасқан шолу алаңына барайын деп жатырмыз. Ақпарат бойынша жол 30-40 минут алады. Көреміз. Кеттік. Жолдың 4/1 өтіп тастадық. Аз ғана жол қалды. Қиындығы орташа. Арасында отыратын орындықтары бар, демалатын жерлер жақсы. Қоқыс тастайтын урналар бар. Метр 100. Ты шершала? Да, шершала. Мы подняли за минут 20, да? Сейчас посмотрим по первому видео. Жиырма минутта міне 810 метр қашықтықты жүріп өттік. Біз бастаған нүктені Аблайхан алаңы, көріп тұрғаныңыздай терледік. Деміміз шығып, мынау жерде жел, қатты суық, бірақ та өте әдемі. Шолу алаңынан кейін біз Жұмбақтастың маңайына қайта келдік. Машина қоятын жер жоқ, адам деген қаптап жатыр. Почем? 1,5. 1 сағат па? Полчаса. Жағдай бар болған соң Жұмбақтасқа да көтеріліп алдық. Келесі кезекте Бурабайдың тағы бір көрнекі жерлерінің бірі Шолу дөңгелегіне келдік. Спасибо. О, тепло. Міне шолу дөңгелегіне келдік Бурабайдағы. Міне осы шолу дөңгелегімен Бурабай басқа курорттарға қарағанда негізі уже алға шығып кетті. Мысалы Баянауыл, Қарқаралымен салыстырғанда 1,5 теңге тұрады бір ересек адамға, балаларға 1000 теңге. Осындай кабинкалар толық шынымен қапталған, пластик шыны, жылы ішінде
Здесь обогреватели бар. Что? Бірінші рет келіп тұрмыз. А почем? 500. Здравствуйте. А детский? Детский 400. До 5 лет бесплатно. Нет. А, здесь вообще 1000 это. Как другие цены. Зимние цены, естественно. А, вот это. Справа. А, вот это? Все. А почему разные? Животных мало или? Ну, летние цены 1000. А животные те же самые, да? Животные, потому что птицы зимой. Осы өңірде орналасқан тау шаңғысы бар жерлердің бірі Ақжелкен деген демалу орнына келдік. Осы жерде тау шаңғылары бар және де өзінің арнайы көтергіші бар жер. Шаңғыны жалға береді. 1 сағаты 4000 теңге, 2 сағаты 6000 теңге. Ал демалыстарда 1000 теңгеге қымбаттырақ болады. Осы сапарымыздағы соңғы нүкте болып, Щучье көлінің жағасында орналасқан Бурабай Ленд болады. Бұл ойын сауық орталығында қысты күні көңіл көтеру үшін барлығы бар. Мінекей 3 атқа жегілген шана бар. Бұның бағасы 5 әлде 6000 ба, солай тұрады. Түйе, кішкентай балаларға арналған пони және де міне нағыз солтүстік бұғылардың өздері де бар. Ал бұл келе жатқан шана хаски иттеріне жегілген. Как это видишь? О, шаман. Здрасте. Это тоже платно, да? Сколько стоит шаманить? 1000 тенге человек. Вы сами шаманите? Да, экскурсию рассказываю, обряд делаю на сокровенное желание. Классно. Кредиты гашу, каспи, замужних замуж выдаю. Все. Негізі осы жердің бұрынғы аты Лапландия болған. Бұл Санта-Клаустың резиденциясы. Бұл үйде Санта-Клаустың өзі тұрады. Және де балаларға арналған экскурсия өткізіледі. Әрбір мемлекеттердегі жаңа жылды қалай қарсы алатын туралы айтады. Және де Санта-Клаусқа арнап хат жазады. Нағыз қысқы атмосфераға бөленгілерін келсе, осы Бурабай Лендқа келу керек. Ал біздің демалысымыз осымен аяқталды. Бұл видеоға лайк басып, комментарий қалдырсаңыз риза болам. Және де біз үйге қайттық. Келесі саяхатта көріскенше.